Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын, өзім алғаш рет жасап, сәтті шыққан рецепттердің бірі вареникидің рецептімен бөліскелі отырмын. Ол үшін видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Ең алдыменен қарапайым үй температурасында тұрған суымызды және де тұзымызды қосып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң ұнымызды қосып, қамыр елеп алатын боламыз. Қамырымыз қатты да жұмсақ та болмау қажет, орташа көлемді қамыр елеп алатын боламыз. Елеген қамырымызды 15 минутқа қойып, июін қанғанша 15 минуттан кейін алып, осылай бөліп алсаңыздар болады. Мен салмасына бұл жерде картошка менен пиязды қостым. Картошканы бірінші қайнатып суға пісіріп алып, одан соң пиязымызды майға қуырып алдым. Сөйтіп екеуін араластырып салмасын дайындадым. Осылай майда бөліктерге бөліп, өзіңізге ыңғайластырып алсаңыздар болады. Қалағандарыңызша жасай берсеңіздер. Мен осылай кішкентай бөліктерге бөліп, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламын. Оқтаудың көмегімен жайып алғаннан кейін, менде осындай вареникиге арналған қалып бар. Немесе қолмен түйіп алсаңыздар да болады. Картошка салмамызды салып, екі жағын осылай қолдың күшіменен біріктіріп, бөлінген артық қамырымызды алып тастайтын боламыз. Дәл осылай екінші түрінде көрсетіп жатырмын. Қолдың көмегімен кішкене қысып, бөлінген қамырды алып тастаймыз. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жақтан өтіп көре аласыздар. Қайнап тұрған суымызға, тұзды суымызға салып, қайнатып пісіріп алатын боламыз. Суымыз міндетті түрде қайнап тұру қажет. Дайын болды. Өте дәмді. Кешкі асқа немесе түскі асқа ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріп, отбасыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.